каналымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі жобамыздың тақырыбы Қазақстанның бақ ортасы және телеарналарындағы мәселелер. Соның ішінде қолданыстан шығып бара жатқан газет пен радио мәселелерін бүгін талқылайтын боламыз. Бүгінгі біздің жобамыздың мақсаты отандық және мемлекеттік бақтың бәсекеге қабілеттілігін дамыту, қолданыстан шығып бара жатқан газет және телерадионы қайта қалпына келтіру, газеттің жаңа электрондық форматының мысалын келтіру, Қазақстандағы бақ және телеарналар мәселелері және шешу жолдардың мақсатындағы көрсетілген қолданыстан шығып бара жатырған газет және телерадионы қайта қалпына келтіруі жобаның басты идеясы болып табылады. Соңғы 20 жыл ішінде ақпарат алу арналары өзгерді. Егер бұрын метрода барлығы күнделікті газеттер мен журналдарды қағаз түрінде оқыған болса, қазір адамдар барлық ақпаратты әлеуметтік желілерден алады. Баспа бақтың қысқаруы оқырмандарға ешқандай әсер етпеді. Бірақ көптеген басылымдардың редакторлары бұл жағдайға алаңдайды. Газеттің шығу тарихы. Әйгілі Йоган Гутенберг 1450 жылы баспа стагонын улап тапты. Содан кейін қазіргі баспа сөздің негізі қалана бастады. Алғашқы газет басылымы 1588 жылы Англияда жарық көрді. Ол басылым English Mercury деп аталды. Екінші газет басылымы 1606 жылы шықты. Дегенмен екі газет басылымы да толыққанды жарияланым деуге келмеді. Себебі өте қарапайым және газетке қойылар талаптан өте төмен болды. Бар болғаны кішкене бір парақша түрінде және қысқаша хабар ошардан әрі аспады. Цезарь патшаның 300 құлды жалдап, жазу үйретіп, қолжазба газет шығарғаны да тарихтан мәлім. 15 ғасырдан Еуропада жүзеге асқан баспасөз қарапайым түрден бастау алып, қазіргі күнге жетіп отыр. Газетті қалпына келтірудің жолдары. Біздің ойымызша, газетті қалпына келтірудің 4 жолы бар. Олардың біріншісі газет беттерінің көркемдік суретіне мән беру. Яғни, қазіргі ақпараттық коммуникациялар дамыған заманда QR-код арқылы немесе аудио-телефон арқылы жасалатын үлгісін дайындау, халыққа қолданысқа енгізу. Екіншісі, газет жеткізілімін Қазақстанның шалғай аудандарына да, орталық қалалық мекендерге де өз уақытында жеткізу. Үшінші, әлеуметтік желідегі, яғни ғаламторлық ақпараттарды ең бірінші газет бетіне түсіріп, халыққа жеткізу. Төртінші, газеттен мағынасыз құттықтаулар мен өзексіз жазбаларды шығаруға жол бермеу. Пікірді жазушының өзінің жазғандығы туралы дәлелді деректерді сұрау. Біз топ мүшелеріміз бірігіп 18 жас пен 35 жас аралығында онлайн сауалнама жүргізген болатынбыз. Онлайн сауалнамаға қойылған сұрақ газеттің қайтып сұранысқа ие болу үшін, яғни модаға айналу үшін сіздің ойыңызша не істеу керек деген сұраққа халықтың 50%-дан астамы ескі форматтағы газетті қалдырып, сол газетке QR-код және аудиожазба орнату керек деп дауыс берді. Деректерге сүйенсек, 2007 жылға дейін газеттің түсі тек ақ және қара түсті болған. 2007 жылдардан бастап қана түрлі түсті газеттер шығарыла бастаған. Бағанағы жүргізілген онлайн сауалнамаздың нәтижесінде халықтың дауысына сүйене отырып, біз топ мүшелеріміз бірігіп, газеттің жаңа түрін фотошоп арқылы жасадық. Алдарыңызда көріп отқандай газетте ұялы телефонның және QR-кодтың және аудионың суреті берілген. Қазіргі таңда кейбір адамдар мәліметтерді көру қабілеті арқылы ұғатын болса, ендігі бір адамдар тыңдау қабілеті арқылы мәліметтерді тез естерінде сақтайды. Яғни біз топ мүшелері сол мәселелерді қарастыра отырып, газеттің жаңа үлгісін жасадық. Жоба аясында идеямызға байланысты Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданының Достық газетінің бас редакторы Нұргүл Ильясқызынан онлайн форматта сұхбат алған болатынбыз. Бұл идеялар болашақта толықтай жүзеге асырылады деп айта аламын. Өйткені қазір барлық елдерде, мемлекеттерде дамып жатыр. Біздің елімізде солардан қалыспай даму үстінде, қарқынды дамып келе жатыр десек те болады. Сондықтан бұл болашақта жүзеге асырылады деп нық сеніммен айта аламын. Және бұл осы шешімнің дұрыс болатынына, өскелең ұрпаққа дұрыс жол көрсететініне толық сенімде айтамын өз басым. Бірақ дей тұрғанмен ескі көзқарастағы бұндай заманауи технологияларды меңгере алмайтын жастағы адамдарға газет осы қазіргі уақыттағы шығып жатқандағыдай және өткен уақыттағыдай жасала бергенде дұрыс. Бірақ жаңаша көзқараспен дұрыс деп ойлаймын. Радионың шығуы. Радионың шығуы әлемге дамудың жаңа қадамдарына жол ашты. Алғаш радионы 1895 жылы Александр Степанович Папов ойлап тапты.
Ол 1897 жылы ең алғаш сымсыз Генрих Герц сөзін 250 метрге дейін жеткізді. 1895 жылдың көктемінде радиосигналдың ұзақтығы 1,5 километрге дейін жетті. 1900 жылы Александр Степанович еңбегі үлкен алтын медальмен және электротехникаға қосқан үлесі үшін Парижде дипломмен марапатталды. Әрине, радионы жасау оңайға соққан жоқ. Ал Қазақстанда алғаш құрылған радиолардың бірі ол Қазақ радиосы. Орынбордан сөйлеп тұрмыз. Қызылордадан сөйлеп тұрмыз. Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Ел астанасында. Ұлттың үн жариясына айналған қазақ радиосына 100 жыл толып отыр. Алғаш қазақ радиосының үні 1921 жылдың қазан айында жер-жерге тарады. Әсіресе Ұлы Отан соғысы жылдары үн жарияның атқарған қызметін ерекше атап өтуге болады. Өйткені халық майдан даласындағы барлық қиыншылықтарды осы радиодан естіп біліп отырды. Ел арасында болып жатқан соңғы жаңалықтарды халыққа үздіксіз жеткізіп отырған қазақ радиосының орны қашанда ерекше. Бүгінде қазақ радиосы тәулік бойы 9 тілде хабар таратады. Қазақ, орыс, неміс, ағылшын, корей, ұйғыр, әзірбайжан, түрік және татар тілінде. Аптасына 148 хабар эфирге шығады. Қазақ радиосының жанрлары бойынша пайыздық айырмашылығы: ақпараттық сараптамалық 18%, қоғамдық танымдық 25%, достық бағдарламасы 3%, әдеби сазды бағдарлама 17%, балаларға және жастарға арналған 5%, мұрағат 5%, музыка 25%, жарнама 2%-ды құрайды. Соңғы 10 жылдықта радио тыңдаушылардың саны азайды. 2009 жылы қазақстандықтардың 2/3 радионы тыңдады. Ал қазір олардың саны 48%-ға дейін азайды. Респонденттердің 50%-ы радионы мүлдем тыңдамайды. Ал жастар мұндай ақпарат көзін одан сайын сынайды. 18 жастан 24 жасқа дейінгі адамдар арасында осы медианы тұтынушылар барлығы 31%. Сауалнамаға сәйкес ең танымал радиостанция Қазақ радиосы, Гәкку радиосы және Шалқар радиосы. Радионы қалпына келтірудің, қолданыста болудың жолдары. Бірінші, радио арналарын ғаламторлық негіз арқылы дамыту. Екінші, радиодағы жаңалықтарды, құттықтауларды ұялы телефон арқылы тез әрі жылдам жеткізу тетіктерін жасау. Үшіншіден, радионы барлық жерге орналастыру, яғни автобус, оқу орындары, демалыс орындары және тағы да басқалары. Төртіншіден, халықтың тыңдауларына жағымды дүниелерді радио арналарына қосу. Бесіншіден, бұрынғы ескі қазақ әндерін жаңаша стильде радио арқылы жаңартып көрермен жинау. Бүгінгі біздің жобамызды қорытындылайтын болсақ, Қазақстанның бақ ортасы және телеарналарындағы мәселелер атты жобамызды дивергентті оймен идеямызды ұсындық. Осы жоба аясында идеямызды болашақта іске асыру мақсатында Достық газетінің бас редакторы Нұргүл Ильясқызымен сұхбат жүргізген болатынбыз. Сұхбат барысында редактордың айтуы бойынша біздің ұсынып отырған идеямыз болашақта 100% іске асады деп айтты. Және біздің жобамызды қолдайтындарыңызға сенімдіміз. Жоба авторлары Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің заңгер мамандығының 1-ші курс студенттері Нұрадинбеков Бейбарыс, Сейтқазы Досым, Тұрсын Алсымбат және Ахмет Даны.